fork, pull request деген темаларда кішкене суретпен түсіндіріп жіберейін. Енді айып етпеңіздер, дәл қазір пейнтпен түсіндіруге тура келеді, бірақ жақын арада графический планшет сатып алам, сол жерде сурет салғанға өте ыңғайлы, әдемі болады деп ойлаймын. Қазір сәл құбыжықтай болып көрінсе, неғылмаңыздар, ренжімеңіздер. Жақсы, енді бізде ең главный репозиторий ол жалағаш IT, оны жалағаш IT жаңағы біздің сторымыз, магазиніміз. Так, осыны осылай жаза салайын. Енді содан мен форк жасап алам деген сөз, ол не деген сөз? GitHub'та жаңа не пайда болады деген сөз. Репозиторий пайда болады, и ол осыдан копия жасалынады. Так, мынаны fork былай қылып көрсетіп қойып, мына жаққа fork жасадық. Мынадан мынаған барды. Енді мына жерге Carnurmax деп қойын. Carnurmax'тың репозитория. Так, енді қараңыздар. Мынау GitHub'та болып отқан әңгіме. То есть серверде болып отыр, GitHub дейсілайын. Ал енді мына астында болып отқан ол local. То есть локально сіздің неңіз. Енді сіз GitHub'та жаңа сайт арқылы fork жасадыңыз ғой, өзіңіздің GitHub аккаунтыңызға тартып алдыңыз ғой. Осылай пайда болады. Мынау менің студент ретінде тартып алған версиям. Енді соны мен локально өзіме көшіріп алам. Локально сіз git клон жасағанда жалағаш IT-де git клон жасамайсыз. Сіз өзіңіздің fork қылып тартып алған проектіңізде git клон жасайсыз. Түсінікті ғой? Осыны локально тартып аласыз. Локальный репозиторий ашылды. Так, knm. Естіп қоя салайық. Локальный екен түсінікті. Енді сіз мына жерде бір жұмыстар жасадыңыз, жұмыстар, кодтар өзгерттіңіз, қостыңыз, и осыны сіз мына жалағаш IT-ге pull request қылып жіберуіңіз керек. Ол қалай жүзеге асады? Сіз мына жерде git add, commit, git push деп жасайсыз. Ол барады, сіздің GitHub'тағы репозиторияңызға барады. Осылай барады, сосын сіздің өзіңіздің GitHub'тағы сайтта тұрған репозиторияңызға кіріп, create pull request деп мына жаққа жібересіз. Осылай жібересіз. Бұның аты pull request. Түсінікті. Енді қараңыз. Сіз осылай жұмыс істеп жатсыз, күшті. Сіз ғана емес қой жұмыс істеп жатқан. Мына жақта тағы да біреулер жұмыс істеп жатыр ғой. Жалағаш IT-ге. Мына жақтан әйтеуір өзгерістер келіп жатыр мұнда. Тура сіз сияқты тағы да pull request-тер жасалып жатыр. И енді сіз мына өзгерістерді өзіңізге тартып алуыңыз керек. Сол қалай жүзеге асады? Аны remote ветка ретінде мына жалағаш IT-дің адресін өзіңізге қосып аласыз. Мен оны қазір нақты мысалмен көрсетем. Пока что сурет ретінде ғана түсіне беріңіздер. И команда қалай орындалады, барлығын көрсетіп қоям қазір. Так, жалағаш IT-де өзгеріс болады, сіз тартып аласыз. Егер өзіңіз гуглить етіп қарағыңыз келсе, ключевой сөздер былай жазсаңыз болады. Так, бұл емес. Git pull from fork repo деп. Осылай іздесеңіздер болады Google-да. Осылай іздесеңіздер болады. Сәл күтсеңіздер де болады. Мен өзім егжей-тегжейлі түсіндіруге тырысамын. Жақсы.